Бәріңе сәлем достар. Жуканай бүгін отель ашпақшы. Бүгін бізде история отель болады. Қандай бізге қонақтар келеді, қызық болай деп тұр. Оған дейін мен қонақ үйімді сәндеп қояйын. Мұнда так, қош келдіңіздер. Дәлізде Жуканайдың отелі, қонақ үйі. Қош келдің деп жазайық. Достар, сендер видеоны соңына дейін көрместен бұрын лайктарыңды басып, видеоны аса достармен міндетті түрде бөлісіп, пікірлеріңді комментарий бөліміне қалдырып кетіңдер. Қарандар, вай, күшті шықты. Қарандар, Жуканай қонақ үйі қош келдіңіз деді. Енді андай жарық қояйық, давайте татыңдар, безендіруге шар қояйын ба? Татыр, бірінші жарық қойып алайық мына жерге. Так, қойдым. Уқтайына қарандар, бізге келіп жатыр. Айтқандай, менімен бірге айтуды ұмытып кетіппін ғой. Сестренкам Аси маған көмектесетін болады. Асимон, ты где? Міне Асимон келді. Несімен, гироскутерімен. Қазір енді біз не істейміз? Уқтай, қарандар, бізге көптеген адамдар келіп жатыр уже. Урай, вай. Күшті кайф. Так, енді сәлеметсіз бе? Уқтай, қарандар, я в отель дейді. Орыс екен. Здравствуйте, заходите деп жатырмыз. Окей, come on деп жатырмыз. Так, кіріңіз. Уқтай. Так, мына жерден қабылдап алақ. Вроде осы жерде тұрады, е? Мына жақта диван, мына жақта анандай, осы жерде ғой деймін. Так, все, Уқтайына қаранда, мына жерден андайым бар екен менің. Так, не деп айтушы еді бұндай жерде? Так, сізге қандай номер, әлде сізде бронь жасалған ба? Бронировать еттіңіз ба деп сұрап жатырмыз. Так, 16 номер береміз. Қазір күтетіңіз регистрация жасап жатырмын. Маған паспортын берді. И мына жерден андай карточка болады. Жоқ, бұл емес. Андай карточка қайда? Міне тикет. Осы тикетпен, мынау типа карточка қойып, кілтіңіз міне, алыңыз. Все. 14 номерге бар дедік. Енді сәлеметсіз бе, келесі қызға сәлеметсіз бе дейік. Симон, сен деген тез келмесең, мен үлгермей жатырмын. Чаты бар ғой, қарандар, келген үстіне келіп жатыр адамдар. Күшті. Қазір бізде 4 адам келген ғой, прикиньте. Так, сәлеметсіз бе, сізге неше комната, сізде бронь жасалған ба? Жауабын күтеміз. Аржанда Вай, тағы да адамдар қосылып жатыр, қосылған үстіне. Так, болмайтын ау, мен достар помощник өзіме іздеймін. Администратор іздеймін, кассаға тұратын адам енді Асимон болса. Так, ой дейді, не болды, кешіріңіз, мен мұнда іздеп звондап жатыр едім, жаққа көмекші керек деп. Паспортты бере салыңыз маған. Где 16 дейді, ой, мен 16 номерге қазір жүріңізші, өзім тауып берейін қазір сізге. Күте тұрыңыздар, қазір келем. Так, жоғар жақтан екінші этаж, барылмай қапты. Барылды. Так, екінші этажында неше мынау? Так, мынау 12 дейді. Онда 12 емес. Қазір күте тұрыңыздар, мен қарап жүрейін, өзі неше этаж, 3 этаж, 3 этажына келдім мен достар. Мынау 15-пен бітеді екен ғой. Позор. 15-пен бітеді екен достар. Извините, у вас номер 15, королевский номер у вас. Так, кешіріңіз, 15-ші номер. Мына жерде жұмыс болады ма деп сұрап жатыр екен. Я, жұмыс бар мына жерде. Так, кіре беріңіз, кешірім сұраймын, тағы да 16-ші номер жоқ екен, жақсы дейді. Так, астына түсіңізші, сізге жұмыс бар құрсын, адамдар күтіп тұрған мені деген үлгермей жатырмын. Ой, жаңа королевский номердегі орыс жаңа помогите дейді. Так, мама, мына жерге не болған? Боже мой, идите за мной, вот дейді. Sorry, қазір мен сантехник шақырайын, извините, сейчас позову сантехника. Кеттім, өдеген әрпім жазылып қапты ғой менің. Так, сантехник іздеп қайтайын. Қайырлы күн достар, бізде бір күн өтті, мен жұмысқа келдім. Отель ашық, 34-ші отель деп жазып қойдым, адамдар келе берсін. Қараңдар, мен бір күнде не істедім? Мен бір күнде клиникті де шақырып қойдым, мына жерді безендіріп те қойдым. Қыздар, есікті ашып қойып жүрейік. Маған біреуің помогите, гите пома. Мына жерге біреуің тұрғанский, админім бар айтқандай, мінеке қарандар. Так, все, есікті жауып қоймасам, осылайдан ашып қою керек әйтпесе. Так, все. Клиник молодец, жұмысын істеп жатыр екен. Жоғары қабатты көріп қайтайын барып. Жоқ, тұратындар, біреу келді. Вау, қандай күшті, сәлеметсіз бе деп сразу клиник амандасып жатыр. Сәлеметсіз бе дейді. Так. Асимон, где ты? Кассаға кел. Мама, Асимонды қараңдар, гироскутерге секіріп келді. Так, киімімді ауыстырып алдым. Так, сонымен, все, админ кіргізіп алды, молодец, ризамын. Неше күнге қонғыңыз келеді деп сұрап жатыр екен Асимон, молодцы. Так, мен кеттім, мен қайда кеттім? Так, сыртқа барайын. Келдің ба? Охранник. Сәлеметсіз бе, мен киімімді ауыстырып алайын, жұмысқа кірсем. Жарайды, тіпті жақсы. Так, қыздар, жұмыс істейміз. Мен 10 күнге келдім. 10 күнге ақша жақсы түсетін болды ғой.
мен жүрген сол жұмысшылардың жұмысын тексеріп астыңғы қабатқа түсейін. Келдім. Тұра тұрыңдар, ой, біреу іздеп жатыр ғой деймін, менің не шу мұнда? Сәлеметсіз бе, сұрағыңыз болса өте беріңіз кассаға. Главный шақырасыз ба? Мен ғой главный. Сәлеметсіз бе, не болды? Неге іздеп жатсыз главныйды? Мен сізге маңызды хабарландыруды айтуға келдім. Жүріңіз, мында отырыңыз. Келіңіз, мына жақта сөйлессек болады. Сіздердің отельдеріңіз жаңадан ашылғандықтан мұнда жаңағы тексеруге президент келетін болды арнайлап. Себебі жаңадан ашылған отель болса да өте керемет дизайнмен мен ұсынған болатынмын. Мәссаған, рас айтасыз ба? Иә, президент отбасымен бірге келеді, яғни шетелден келе жатыр, сондықтан олар демалуға келеді. Мәссаған. Сіздерден сұрайтыным, отельді жақсылап безендіріңіздер. Жаңадан ашылған болса да қызмет көрсету сапасы барлығы жақсы болғаны дұрыс. Сосын президент артық ана-мына нәрселерді ұнатпайды себебі. Вау, күшті, президент бізге келеді. Иә, 5 жұлдыз береді, сосын егер сіздер тексерсе өтсеңіздер. Жақсы, түсіндім сізді, сау болыңыз. Админ, 12-ші бөлмеге апаршы. Асимон жұмыс істеп жатыр екен, жұмысшылармен сөйлесуім керек. Бассейніміз таза тұр екен. Хорошо, қайда сөйлессем екен? Молодцы. Мә, толқып тұрмын, президент келеді. Жұмысшылар жиналамыз, артқы жаққа. Охранник айтып шықшы бәріне. Мына жерде күтейінші, осы жақта есігі жабық тұр екен ғой, ашайын. Неге бәрі келмей жатыр, админ? Мелли. Ой, ана жақта бір қонақ кеп қапты, тағы да қонақ. Ой, бұл тағы да ма? Қазір көріп келе салайын, иә? Кім келді екен? Бізде мәссаған. Кім келген? Асимон, сен шақырдың ба? Мені бөлмеме апарсаңдаршы. Апардым ғой, ағай, сізді. Апарыңдар мені. Болды ғой, иә, сұрақтар шешілді ма? Мен сендерге жаңалық айтайын деп жатырмын. Тыңдаңдар. Асимон, Андрей, Эмили және Элька бізге президент келейін деп жатыр екен. Вау, жақсы, президент отбасымен және баласымен келеді. Сондықтан алдағы 2 күнде біз жақсы жұмыс атқаруымыз керек. Отель таза ұстап, королевский номерді босату керек. Асимон, сен қонақтардың жағдайына жауап бересің. Админ Мелли, сен безендіруге жауап бересің. Клиник Элька, ойбай, тілім келмейді, осы бар ғой. Сен именно бассейнді безендіресің, хорошо? Ал сіз басына гүл таққан қыз, ол менің сестрам ғой. Жарайды, Асимон, сестраң екеуің бірге істейсіңдер ма? Иә, бірге тазалық жүргіземіз. Окей, хорошо. Жарайды, охранник Андрей, сен сыртты безендіресің. Түсіндік қой, иә? Бәрің түсіндіңдер ғой жұмыстарыңды. Кеттік олай болса. Иә, түсіндік. Мен мұнда отырып енді жұмысын жасап тастайын. Бізде мына күнге бронь жасалмаған екен. Хорошо, все. Ой, ұйқым кетті. Ой, Андрей, сен келдің ба? Не болды, Андрей? Жүріңіз, сыртты безендіріп бастағам, соны көріп жүресіз ба? Жарайды, жүріңіз. Ой, отырып алыппын ғой. Кеттік, жүріңіз, жақсы. Көрейік біздің Андрей қалай безендірді екен. Вау, робот. Екінші робот. Иә, бұл роботтар президентке амандасып тұрады. Роботтар қойдық, керемет. Гүліңіз керемет, открыто деген керемет. Мен маған қатты ұнап тұр. Әдемі безендіріп жатыр екенсіз. Жақсы алып келіпсіздер роботтарды. Мұнда жарықтар қойдық, қалай? Жарықтар жақсы, тек көбейту керек, иә, жарықтар. Іштегілер қалай жұмыс жасап жатқанын көріп келек. Бүк, сәлематсыз бе, сізге қонақ үй ұнап жатыр ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Бірдеңе керек пе? Өте керемет. Сіз бе, қалай, сізге жақсы ұнап жатыр ма? Ұнағанына қуаныштымын. Иә, мен бір тексерейін деп келгем. Жақсы. Қазір мына қыздарды көрейінші. Асимон, сұрақ бар ма екен? Гули, болдың ба? Бірдеңе керек пе? Жоқ, мен болдым, жинап болдым. Молодец. Сіз тұра бересіз бе? Мен астына түсіп қайтып тексеріп қайтайын дегем. Бұл өте танымал отельдердің бірі болмақ. Ой, рахмет сізге. Сізге ұнап жатса, онда президентке де ұнайтын шығар. Иә. Мен оң қолымын ғой, ұнайды. Тамақ ішіп алайын, асхана қай жақта? Асимон, мен болдым, енді не істеу керек? Тәте, енді оны мына жерде айтпайсың ғой. Жарайды. Жүр, енді астын тазала. Иә, кеттік. Ұйықтап демалып алайын, құрсын. Ертең маңызды күн, ертең продуктыға барып қайтуым керек. Светін ешкім өшірмеген ба, не? Ешкім өшірмеген ба деп, шілек ондай ақылды қонақ емес екен ғой. Өзім өшірем. Все. Ұйықтайым. Таң атып қойыпты. Ура. Все, нормально. Үстіне киім де ауыстырмастан ұйықтап қаптым. Бірінші светті жағып келейін.
О, бүгінде күн ашық. Уже ертең келет. Так, бірінші туалетке шығып алайын. Сендер қарамай тұра тұрыңдар. Так, пақ десең. Болды. Тұр енді. Так, қолымды жуа салайын. Қолымды жуайын. Тадан. Кеттім. Киімімді ауыстырып алдым, осылай. Бүгін қап-қара, цвет настроение черный, бум-бум, бам-бам. Так, кеттік. Енді не істейміз? Бізге Брукхейвеннің президенті келеді. Настроение күшті болып тұр. Егер менің отеліме 5 жұлдыз қойып кетсе, бізде айлық көбейеді. Білен кішкене айлықтарын беріп үлгермей жатырмын. Қалайсыңдар? Сәлем админ. Касса, Симон, сәлем. Сәлеметсіз бе? Біздің қонақ үйдің қонағы. Түні бойы ұйықтамадым. Мен де Брукхейвеннің президенті келеді деп, мен де жаман қобал жырдым ғой. Қалайсыңдар жалпы? Жақсыңдар ма? Жақсы өзіңіз? Жақсы, рахмет. Симон, неме нервтан қол шапақтай беретін болып қалғансың ба? Так, не болып жатыр аяқ? О, Андрей, келдің ба? Андрей, че там, қалайсың? Бас киім теріс киіп алғансың ба? Немене? Жоқ, оң қарап тұр екен. Молодец. Ой, кеше кішкене көңіл көтеріп кішкене басым ауырып тұр. В общем, так, мен кеттім, продукт алуға кетіп бара жатырмын. Пока, президент келгенше безендіріп қоя салыңдар деген болатынмын. Продукты емес, киімді ауыстырып алайын. Сәлеметсіз бе, елес касса. Так, мына жерден не киюге болады? Бүгін кішкене еркін киім киейінші, свободный болады ғой. Так, мынау намады. О, татыр, енді бұтынды ауыстырайын. Так, жоқ, бірандай. О, күшті, все, осыны кием. Вай, мен әдемі болып тұрмын. Енді продуктыге баруға болады. Қазір мен скоростьпен айдайын. Дейсің, келдік, осылай жылдам келмесең. Так, не алсам екен? Мына жерде бізде не жоқ еді? Қонақ үйде не бітіп жатыр еді өзі? Так, мындай сладкий алайын. Так, кола алайын. Мында не бар? Так, мындай газировка ма, немене өзі? Так, все, алдық, су алдық. Судың түрін алып тастадым. Сэндвич, пицца алдым. Мына жердегі еттер алынбайды. Мына жерден сүт алайын. Так, мороженое керек емес. Оны ешкім жемейді. Или ала салайыншы, жеп қалар біреу. Так, одан кейін президенттің баласы жейтін болса, шынымен. Так, енді не аламыз? Енді мына жерден алма аламыз. Қызыл алманы алдым, қызыл. Так, все, алынды, банан алды. Так, сәлеметсіз бе, елес касса. Есептеп жіберіңіз, мен төлеп жіберейін. Чың. Все, болды. Так, әкелмаған заттарымды. Сау болыңыз, елес касса. Так, все, кеттік. Енді торговый центрге барам. Өлі, сағат 2:44 болып қойыпты ғой, мен кездесуге баруым керек. Мына жерде, жақын жерде. Мен кімнің кездесетінімді ұмытып кетіппін ғой, бізде қайта ровно сағат 3-ке дейін ерте келдім қайта. Торговый центрге барсам, точно үлгермей қалатынмын. Сәлем, қалайсың? Сәлеметсіз бе дегенім. Сәлем, қалайсың деппін ғой. Сәлеметсіз бе? Өткенде кездесуге шақырғанда келіскеніңізге рахмет. Жүріңіз, кіріңіз үйге. Қош келдіңіз. Гүліңіз сондай әдемі. Сіз үшін ғой қолын жуайын деп едім. Қайда жусам болады? Мына жаққа өтіңіз, мына жаққа жүріңіз. Рахмет. Қандай күшті анау отель деген, бірақ біздікіне жетпейді әрине, дегенмен жақсы екен. Так, мұнда отырыңыз. Рахмет, не ғой, маған кофе бере саласыз ба? Қазір. Мен деген ұмытып кете жазатын кездесуімді. Так, ертең президент келетін болса ақылдасуым керек қой, сол үшін мен де бүгін бизнес завтрак болу керек еді, бизнес обед болып кетті ма? Так, все, мынауымызды өшіріп тастайық, мыналарды алып. Кофе уже әкеп қойдыңыз ба? Рахмет. Бала алынып кетті, sorry. Так, кофеңізді алайын. Ыстық екен, күшті екен, рахмет сізге. Так, сонымен мен сізбен ақылдасайын деген ғой, бастай берейік, бастайық. Сіздер осы бұрын әкімді қарсы алдыңыздар ғой қонақ үйлеріңізде, Сол бойынша қандай документтерді тексереді, нені қатты көңіл бөледі екен осы жоғарыдағылар, соны білейін деген ғой. Жақсы. Осындай, мен сізге документтердің атын айтам, жазып алыңыз. Жақсы, рахмет, онда суыңызға рахмет. Все, мен барлығын жазып алдым. Сау болыңыз, онда кезігерімізге осы президент шығып салайық, Құдай қаласа. Все, мен жұмысымды бітіріп келем дегенше уже кеш болып кетіпті. Менің командам
қонақ үйді безендіріп қойған ба не? Ух ты, Андрей, сен осы жерден күтіп алып тұрсың ба? Молодец. Сәлеметсіз бе, Жуканай? Вау, күшті. Жуканай отель, қош келдіңіздер. Мә, тамаша. Ух ты, жарықты қараңдар. Мәссаған. Сізге ұнады ма? Әрине, ұнамауы мүмкін емес. Қараңдар, қандай күшті достар. Безендіруін қараңдар. Вай, сәлеметсіз бе, қонақ? Қош келдің, президент дейді. Қош келдіңіз дейді. Мәссаған. Бұның барлығын президент үшін жасадық. Мән, қараңдар, қаншама карталар тұр. Блин, сәлеметсіз бе? Сәлем, қыздар, жігіттер, өте керемет, тамаша. Ух ты, Асимон, молодцы, күшті, маған қатты ұнап тұр. Мә, вот это потолок. Потолок, в общем, сондай. Құрсын, тіліміз келмей қалды ғой. Мынандай красотаны қандай сипаттайтын сөз жоқ шығар. Қараңдар, достар, менің деген жұмыста істейтін коллегаларым ғой енді бұлар енді, иә, бір сөзбен айтқан кезде. Менің командам қалай күшті безендірген, достар, қараңдар. Сізге мынап жасадық. Мәссаған, қонаққа да жасатып қойғансыңдар ма не? Асимон, бұл үшін сөгіс аласың енді, бітті. Ол кісі демалу керек қой, оған не жасатып қойдыңдар? Жарайды, жақсы. Так, кейін сөйлесеміз ол туралы. Так, Андрей, не ағып жүрсің? Бүгін ешқайда қыдырмайтын шығарсың, иә? Негіз қонаққа шақырып қойған. Мән, қараңдар, ас үйді қараңдар. Бассейнді, мәссаған. Нана біздің кім дайындады ма? Жаңағы клиник ЛК тамағымыз ұрып қалды ғой. О, Андрей, саған не болды саған, Андрей? Суға былш еттің ғой. Суға былш еттің, өзің шығын, жақсы сопақ саған. Так, все, біз ертеңге дайын сияқтымыз, иә? Достар, қараңдар, жүректерді қараңдар, светильникті бұрышқа тұрғызып қойыпты біреу. Так, мына, артқы жақты көрейінші. Баласын дайындадыңдар ма? Иә, дайындадық. Мә, молодцы. О, палаткалардан қойыпты әдемі етіп. Супер, прям ризамын. Мә, командам самый лучший менде ғой. Айтыңдаршы, ең күшті топ оқырмандар менде. Лучший команда только у меня. Ешкімде жоқ өздері. Дара әрі Дана, молодцы, күшті безендірген. Нағарсыңдаршы, комнатаның ішін қалай терезелерін әдемілеп безендірген. Маған прям ұнап тұр, қараңдар, терезелерін. Жасыл мен ақ түс қандай әдемі үйлеседі. Так, жоғарғы этажында қарып қайтайын. Сонымен, так, команда, коллегалар, все, енді сендерге алғысымды білдіремін. Прям бар ғой, міндетті түрде аяқтарымды көтерем. Асима, не бауырлап жүгіріп жүрсің? Давай тұрсайшы. Бауырмен жорғалап жүрсің бе, не істеп жүрсің? Қонақ үйдің қонағы бара беріңіз. Все, достар, қазір ұйықтауға барыңдар, ертең жақсылап демалыңдар. Так, күшті бодрый болып келіңдер ертең. Хорошо, ертең президентті күтіп аламыз. Андрей ішу жоғынан сразу айтайын. Мен достарым туған күн еді бүгін. Жарайды, ертең главный сау болып кеп тұрсам болды. Иә, алаңдама, Жуканай. Жақсы. Рахмет сендерге, достар. Оқаш жоқ. Иә. Сонымен ертеңге дейін онда кездескенше бәріміз жақсылап демалайық, ертерек жатайық. Иә. Жақсы, сау болыңыз. Мә, Андрей, саған ішпе деп едім ғой кеше. Көп емес, нормально, алаңдамаңыз. Машинаның цветін өзгерте берме енді. Жарайды, президентке дым білдірмеңіз енді, ұят болып қалмасын. Мама, өзіңе байланысты ғой ол деген. Жарайды, болды, міне келдік уже аэропортқа. Олар да келген шығар. Тұра тұр, мен букет гүл алмаппын ғой, ойлаймын, әйелім беріп. Все, алдым. Түсіп қала берейінші мен осы жерден. Так, тоқтайтса, осы жерден болады нормально. Так, келді ме екен, келмеді ме екен ол кісілер? Кел жатыр, түс. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіздер біздің Брукхейвен қаласына. Қалай жеттіңіздер? Жақсы жеттіңіздер ме? Иә, жақсы. Рахмет. Диора деп атын жазып қойыпты. Диора, мына гүл сізге. Сәлеметсіз. О, кішкентай балаларыңыз да келген бе? Иә, айтқан болатын. Демир, сәлем. Сәлеметсіз бе деп айта ғой бала? Сәлеметсіз бе, тәте? Жарайды, жүріңіздер. Біздің машинаға отырасыздар ма? Артына отырайын мен. Жоқ, біз өз көлігімізбен. Жақсы, отырыңыздар. Кеттік отельге. Жүріп кеттік, жолдарын бәрін ашып қойып беріңдер. Андрей, әйтеуір кеше қыдырам деп ұмытып кеткен жоқсың ба ондайларыңды? Кеттік, олай болса. Нормально, уайымдамаңыз, Жуканай, бәрі жақсы. Жарайды, кеттік, жүр. Все, мен осы жерден түсіп қалайын. Қайта мінгізіп алған емес. Все, қыздар, тұрыңдар, қыздар, күтіп алыңдар. Так, қош келдіңіздер. Кіріңіздер. Келе жатыр.
анау түнде келгенде түнде вообще тема болады екен ана жердің жарықтары ше күн жарықта қосып қойғанбыз ғой. Так, ля келді. Эмма ішке кіре берсеңіз болады, президент келетін еді ғой. Так, все, бәріміз орнымызға қайта гүл бере берсең, қазір ана кісі жаңағы Диора басына гүлмен салып қалатын шығар, достар. Так, лучше гүлді салып салайын. Так, кіріңіздер. Ей, Андрей, тұр. Ойбай, Андрей, позор шығарма. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіздер біздің отельге. Қош келдіңіз біздің 10 жұлдызды қонақ үйге. Әлі 10 жұлдыз болмадық. Не деген тамаша. Андрей, жыламаш, президентті көрсең, ой, бір кешіріңіз, не ғой, бұл шоу болатын, шоу, кіре беріңіз, президент, ака. Ой, әйеліңіз қайда? Әйелдеріңіз деп ма, масқара. Так, Диора, жүріңіз, есігіңізді ашып берейін. Жоқ, әйеліңіз кетіп қалған ба? Қайттан Таиландқа, президент? Қазір жаңа жолдан түсіп қалды ғой келіншегім, қазір келеді. Жарайды. Ей, Андрей, қасқа жыламасайш. Сосын соңында жылайсың, қазір емес. Мынаға ішіп алған ба? Жоқ, балақай ол ішпеген. Ой, балақай? Не, әні қорқыттың балақайды. Қазір өлә, отеліміз сен кесіріне жабылып қалмасын, охранник. Так, ой, мынау қазір ішке кірме, короче, сен. Дизайн өте әдемі екен, сыртынан бері келе жатырмын. Рахмет, мынаған қуаныштымыз. Жүріңіз, сіз номерге апарайық, шаршаған шығарсыздар жолдан. Балам ойнауға кетіп қалды. Иә, жарайды, жүре берсін, қарайды ғой. Андрей, қара. Айттық. Ой, рахат навай. Жүріңіз, сіздікі, Андрей кетсей. Жүріңіз, сіздікі, Эмма, қонақ, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, ханым. Так, сіздің номеріңіз, ой, кешіріңіз, бұл екінші этаж екен. Андрей, қалсайшы сен. Ішкен ой, кіріңіздер. Так, Андрей қалсайшы, Андрейдің, так, 15, мінеке, осы сіздерде королевский номер, кіріңіз. Так, светіңізді жақып қойайық, мінеке. Андрей, болды, шықсам болады. Андрей, шықсаң болады. О, жақсы бөлме екен, рахмет. Андрей, шықсаң болады деймін. Мынау қайда кетті, сосын айтасың, мұңыңды жүр. Айлығымызды бермей атсың ғой. Жүрсеш, кризис қой, енді жүрсей. Кешірім сұрайым. Андрейка, президент түсініп қойса ше, біздің отельде ақша жоқ ше, бізге 5 жұлдыз бермей қояды. Сыртта жүрш, қайдасың? Түс астына. Түс қойғансың ба? Астына түсші, Андрей бар. Қалай, жақсы, бір ұйықтап тұрдыңыз ба? Йо, жақсы демалдым. Мына жерде балаңызға дайындағанбыз, ертең көресіздер ғой, кейін балаңыз қазір ол да ұйықтап жатқан шығар. Йо, рахмет. Өте күшті жасаған екенсіздер. Андрей, ойбай, барсайш, Андрей. Қоп болады. Әй, мынау сен не ішіп алғансың ба не? Ешкім келді, президент көргенмен қуанып тұрмын. Ей, жай сөйле, ақырын, тамақтайын. Бұл балама ұнайтын сияқты. Президент, ассалау, опана. Ей, Андрей, қасқа, мынау деген. Андрей, бар, қазір әйтпесе сен отельден шығар жерім. Тез кет, жүр. Бұл, қазір швабрамен қуып ұрам сен әйтпесе. Жүріңіз, президент. Юсуф мырза, мұнда. Оля, масқара. Президент ака, тамақ ішуге отырыңыз. Сізге тамақ дайындап қойыппыз. Так, қыздар, жұмыстарыңа бара берсеңдер болады. Рахмет сендерге. Андрейді алып кетіңдерші. Андрей, жүр, саған бір су берем. Су? О, жақсы шөлдеп тұр едім. Президент, ал, Юсуф президент ака, мен кеттім. Ей, Андрей, барсайш қасқа. Жарайды, кеттім. Кешіңіз. Бұл кім негізі жұмысқа қалай алғансыздар? Ол ұзақ әңгіме. Өте дәмді. О, не деген керемет қонағы. Рахмет. Кіре ғой ішке. Андрей, бара ғой. Андрей, өля, тамам ауырып қалды. Андрей дей берем деп ше. Андрей, сыртта бәрі таза ма? Иә, алаңдамаңыз. Ой, бір ішіп алған ше, сені не істесем екен, кет дейінсем заменяющий жоқ. О, Юсуф мырза, бассейн қалай, ұнады ма? Иә, күшті, керемет. Не деген керемет қонағы мынау, леле. Иә, естідіңіз ба, бізді бәрі мақтайды осылай. Юсуф ака, естідім. Ой, Андрей, сен тағы суға құлайсың, қазір кетші. Ассалаумағалейкум. Өләнен тез алып кету керек. Андрей, жүр, маман келді десең. Так, не істейміз, президент? Енді не істейміз? Так, балаларыңыз келмеді ғой, что-то. Иә, олар сыртқа шығып кетті. Жарайды. Сіз онда документке қол қоя бересіз ба? Мұнда келіңіз. Айлығымды беріңдерші. Андрей, бара тұр. Президент, мінеке қарап жіберіңізші. Бізде документтердің барлығы түгел. Менің айтарым бар, менің айтар датым бар. Президент, Андрей, кішкене тұр, Андрей. Өля, ят болды. Так, документпен танысып шыға беріңіз. Қанеке,
қарап шығып жатсыз ба, президент? Так, мына жер, иә, түгел екен, барлығы жақсы екен. Сізге қонақ үйіміз ұнаған шығар деген ойдамын. Қазір документке қолын қойсын, қазір шуламай тұра тұрыңдар, иә? Андрей бара тұршы, ойбай, жалынып кетейін. Так, сонымен қол қоясыз ба? Неге үндемей жатыр біздің президентіміз? Жақсы, мен барлығын қарап шықтым, маған ұнады. Мен бұл отельді 5 жұлдызды қонақ үй деп есептеймін. Так, қолымды мұнда қоямын, және де мінеки. Сіздің келгеніңізге қуаныштымыз. Рахмет. Мен де қуаныштымын, осындай керемет отеліміз бар екен біздің қаламызда. Енді мен келе берсем боламaz. Президент, ренжіме да, мен кеше достарымен отырғанда. Кешірім сұраймын, президент. Бұл кішкене ренжімеңіз, иә? Жарайды, бірақ мына кісіні жұмыстан шығару керек, ескеріңіз. Иә, кешірім сұраймын. Кәдімгідей қатты ыңғайсызданып тұрмын, ұялып тұрмын. Мен келдім, мен айтып жатсыңдар ма? Көп болады, президент Есуф мырза, көп болады, Ал, енді ренжімесеңіз, Андрейдің де бір ойын тыңдап жібересіз ба? Бір айтары бар еді сізге. Жарайды, негізі ыңғайсыз болып қалды, Біліп тұрмыз енді, бірақ басқа амалымыз жоқ. Менің танысым еді. Сені. Сен кесірінен президентке не деп айтқан білесің ба? Менің жөнел кетіп президент шығарып салайық одан да тез. Ойбай, міне Таиландтан секіріп келіп қапты ғой, кімнің әйелі? Президенттің әйелі. Қалай әпше секіріп жақсы жетеді ме екенсіз? Мотор, маяк, түсірдік. Президенттің әйелі келген, түсірдік. Жақсы, өлі Андрей ішіп абай денеді ма машинаны? Ойбай, кешіріңіз, мама, мынау бәрімізді қаға салды. Мама, қашындар, өлі. Мына президент точно жұмыстан шығарады енді. Базар жоқ, не істеп түседі? Президент шығарып салайық, дайынбыз біз. Давай, президент! Қолын алып алғаннан кейін. Әйелім қолын қойса 10 жұлдызды болады. Мәссаған. Жарайды. Қазір келесіде түгел келіңіздер. Соны айтам. Так, әйеліне қол қойдыртып алайық, 10 жұлдыз болады дейді ғой. Ұста қарғам, жапалағым, ақ көгершін. Ұстай ғой. Сау болыңыз. Сау болыңыз дегенде біз қонақ үйде қаламыз. Не қуып жатсыздар ма? Жоқ, қалыңыздар, әрине. Мама, біз президентті шығарып салайын деп жүрсек, олар қонамыз дейді. Масқара кеттік. Өләні Андрейдің басын ұрам ба, не істеймін? Айналып тебем ба, не істеймін? Ішіп алып адам жына тиіп тұрғанға қарашеңде бар ғой, таныс дегендермен кірсең, осы не сөзіңді айтқан істемейді. Кіріңіздер, 15. Президенттің охраннигі болып жұмысқа тұрам ба десем. Менің әңгімемді ол даже тыңдамады ғой. Мына жұқан айды ма? Андрей, саған не болды? Қалайсың? Қонақ үйдің қонағы жақсысың ба? Қобалжыдым ғой. Ана президенттің әйелі әдемі екенше көрдің ба? 2 машинасы бар ғой. Әйелінің көйлегі вообще әдемі. Ле. Мына қонақ үй сондай әдемі болып жатыр екен, айтпа. Мам, пап, қашан қайтамыз? Ертең, балам. Достар, Асимон екеуміздің ашқан қонақ үйіміздің оқиғасы осымен аяқталды. Сендерге ұнаған болса, пікірлеріңді жазып, комментария қалдыра кетіңдер. Асимонның YouTube каналын комментарияға, описаниеге қалдырамын, тіркеліп, оған да қолдау білдіріп, менен барғандарыңды жаза кетіңдер, бір қуанып қалсын. Достар, көрдіңдер ме? Қастарыңда сенімді адам бар кезде кез келген жетістікке бірге жетуге болады. Достарың адал әрі көп болсын. Сендермен бірге болған Жұқанай. Всем пока-пока.